Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгін ендігі естіп үлгерген шығарсыздар, мынау Тоқаевтың жастарға, халқына арнап шығарған үндеуі. Сол үндеуді тыңдаған болсаңыздар, орыс тілінде, қазақ тілінде, екі тілінде жасады. Үндеуді жаңағы сол үндеуінде бұл айтып тұр жастарға. Жастар, мынау жаңағы сырттан, іштен келіп атырған, шеруге шақырып атқан үндеулерге ермеңдер, сөйтіп жаңағы өз болашақтарыңа балта шаппаңдар деп айтып отыр. Міне көрдіңіздер ма, бұл жоғарғы сатыдан жасап тұрған қоқан-лоққы президент басымен. Президент деген кім? Президент ол халқының гаранты, қауіпсіздігінің гаранты. Ал енді гарант осындай аузынан сөз шығып тұрғаннан кейін қорқыту, қоқан-лоққы көрсету президентке жарасымды ма? Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Бұл деген сөз, көрдіңіздер ма халқым? Билік біліп отыр, билік сезіп отыр, X күнінің жақындаған, биліктің құлайтынын. Міне, билік құламайды дейді. Ол сөзді неге айтады? Ол сөзді бізден басқа ешкім айтқан жоқ. Халықтың арасында жүргендер мүмкін бір-екеу айтқан шығар. Бұл не деген сөз? Міне, бұл бәрін естіп біліп отыр. Көрдіңіздер ма? Еститін билік қой. Осындай жақтарды бірден естиді. Ал мынау тіл жөнінде, мынау түрмедегілерді шығару жөнінде, репрессияларды тоқтату жөнінде естімейді. Мынау өз адрестеріне, өздеріне қарай арналған нәрсені бірден естиді. Билік құлайды, X күні келеді. Мынау президент басымен, бұл, міне көрдіңіздер, ана жолда айтып өткенмін, бұлар қателіктің артынан қателікті шығарып жатыр. Міне, бұныкі енді бұл тамаша болды. Бізге де, мынау шетелге де, батысқа да бәр жақтан бақылап отырған, назарында Тоқаевты ұстап отырғандарға мынау жақсы дәлел болды. Өз аузымен қоқан-лоққы көрсетіп, демократиялық елде, байқадыңыздар ма? Демократиялық елде халықты естиміз деген мемлекетте мынандай ғып масқараға президенттің өзі барып отыр. Өзі қоқан-лоққы көрсетіп, мынау түрмедегі пахандар құсап, жастарға болашағыңа балта шабасын, туысқандарыңды ойла, отбасыңды ойла. Міне көрдіңіздер ма? Егер де сен осының бәріне менің сөзімді тыңдамай барсаңдар, сенің болашағыңа балта шабам деген сөз, сенің туған туыс бауырларың бәрін қинап, зорлап, әр қарайда репрессиямды жалғастырам деген сөзі. Айдан анық көрініп тұр. Осыны өзі бетін әшкерелеп, екі тілде айтып берді. Енді көрерміз. Міне көрдіңіздер ма халқым? Осындай адамға бұны сөйлетіп отырғанда, бұл жаңағы кешегі, бұл қантар оқиғасында, қантар қырғынында айтты ғой, менің бұйрығыммен ескертусіз оқ атылды деп, оқ атуға мен бұйрық бердім деді. Ескертусіз оқ атуға бұйрық бердім деді. Міне соны білетін халық, егер бүгін тағы шығып, мынау, мен егер осындай қоқан-лоққы көрсетсем, ол кезде мынау халық жым болады. Сол кезде бұлар менің жаңағы сөзімді желге тастап тұрған жоқ екенімді біледі де, қорқады да, бәрі де тым-тырыс үйде отырады дейді. Тағы бұның айтып тұрғаны, естіген болсаңыздар, міне сол шеруде мемлекеттік жаңағы мекемелерге, әскери бөлімдерге, тағы басқасына шабуыл жасайық деп ұрандатсаңыздар, ол жаңағы жазаланады дейді. Сонда ертең күні абай болу керек. Осы үкіметтің арандатушыларын қалай танисыздар? Міне осы жағынан танисыздар. Олар жаңағыдай мемлекеттік мекемелерге жүріңдер, сол жерді жағайық, өртейік деп, міне сол биліктің арандатушысы сол топтың ішінен айқай салады. Сол сөзді ести салысымен бұл деген жаңағы нелерге, полицейлерге, мынау әскерилерге сигнал. Сол кезде келетті, бәрін қаптап, ұстап алып, өйткені сен сондай сөз айттыңдар деп, біреуің әйтеуір айтты бәрінің атыңнан, дейді, бәрін қамайды. Бұны да бекер айтылып тұрған жоқ. Көрдіңіздер ме? Ертең кім осы сөзді? Бұл біледі, халық ондайға бармайтынын. Өздерінің адамдарын сол жерге кіргіздіріп,
Өйткені халық нені бұзбайды ғой, тәртіпті бұзбайды, тып-тыныш қана келеді ана жолғыдай. Сол кезде міне осындай сөзді сендер айттыңдар, мен сендерге ескерткенмін, бұндай сөзді айтпаңдар, енді қамаласыңдар деп бәрін алып қамайды. А ол сөзді айтатын сол биліктің өздерінің арандатушылары. Міне көрдіңіздер ме халқым, осындай адамға, осындай президентке әлі де сенім артып отырғандар, әлі де содан бір жақсылық күтіп отырғандар, ояныңыздар, ойланыңыздар. Ертеңгі референдум бәрі жалған. Бәрін мен қаншама рет айтып келе жатырмын, тағы да айтамын. Бұл жердегі ең маңыздысы, ең қорқыныштысы, бүкіл биліктің бәрі бір адамның қолында болады. Бір президенттің, бір Тоқаевтың қолында болады. Міне, көрдіңіздер ме? Енді осындай адам қандай жақсылық жасайды? Ойлаңыздар, қандай жақсылық жасайды? Бәр билікті қолына алып алғысы келіп тұрды, тек қана өзі билеп төстейін деп отыр. Сол үшін ойланыңыздар халқым. Бірігейік, бәріміз бірігіп, X күнін жақындатып, билікті құлатып, құлайды ол билік. X күні келеді, жастарым көтеріледі. Жастарымның ішіндегі дана, парасатты батырым таққа отырады. Міне сол үшін халқым, қорықпаңыздар, ерінбеңіздер, ұйықтамаңыздар, мүлгімеңіздер. Насихат жұмыстарын өз араларыңызда жүргізіңіздер. Басқа ұлт өкілдерін бәрін тартып, өздеріңізге, бауырларыңызға басып, мына қазақ халқын осы күндері қолдауын сұраңыздар. Алға қазақ елі!